Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Әкесі ұрып соққан Атырауда 11 жастағы қыз үйінен қашып кетті. Қазір ол кәмелетке толмағандарға арналған бейімдеу орталығында тұрып жатыр. Анасы түрмеден шыққан соң балаларынан бас тартқан. Ал әкесі бірнеше жылдан бері ұрып-соғып, күштеп намаз оқуға мәжбүрлеген. Егер бағынбасаң, өлтіремін деп қорқытқан. Жасөспірімнің сыныптас құрбысының әкесі оның жағдайын көріп, полицияға апарады. Қазір ол әкесі ұстап алып, өлтіріп қояды ма деген қорқынышпен мектепке бара алмай отыр. Ешқандай жақын туысы жоқ. Орталықтағы психологтар мен педагогтар онымен үздіксіз жұмыс жүргізіп жатыр, деп жазды орталық қызметкері. Атырау облысы полиция департаменті қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.